Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай куриный пирог жасаған болатын. Осының рецептімен сіздермен бөлісемін. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Бізге 1 дана пияз және 2 дана картоп қажет болады. Сосын курицаны өзіңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Үйіңіздегі барлық специяларды қосып, тұз қосып, осылайынан араластырып дайындап қоямыз. Мен алдын ала осындай тестаны 3-4 бөлікке бөлдім. Әрқайсысын осылайынан жайып дайындап қойдым. Сосын менде осылайынан 2 дана куриный пирог шықты. Міне осылайынан қамырдың үстіне жайып, бетін жауып, ортасына осындай тесік қалдырдым. Яғни оның ішіне жаңағы ауа кіріп, ішкі бөлікте дұрыс пісуі үшін. Сосын бетіне осылайынан жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градусқа 35-40 минут пісірсеңіздер болады. Міне бізде осындай әдемі қызарған, енді дәмі өте керемет пирог шықты. Менімен бірге аяғына дейін болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін.